Саламатсыздарбы оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы газет, журнал беті туралы математикалық сауаттылықтың есебін қарастырамыз. Егер газет немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос бетінің қосындысы n плюс 1-ге тең болады. Енді осы сөйлемді мына есеп шығарғанда қолданып көрейік. Бір газеттің ортасына алған екі беттің оң жағында 9 бет, сол жағында 4 бет деп жазылған. Газет неше беттен тұратынын анықтаңыз дейді. Енді мына жерде сөйлем бойынша қос бетінің қосындысы n плюс 1-ге тең, қос беті 9 бен 4-тің қосындысы n плюс 1-ге тең деп мынадай теңдеу құрамыз. n плюс 1 тең 13, n-ді табу үшін 13-тен 1-ді алып тастаймын, n-нің мәні 12-ге тең. Сонда газет 12 беттен тұрады екен. Немесе бұл есепті бұлай да шығаруға болады. Егер мына жердегі сан азғантай болса, газеттің оң жағында 9, сол жағында 4 деп жазылған. Мынадан 9-дан кейінгі бет 10-шы бет, 4-тің алдыңғысы 3-ші бет, 10-нан кейін 11, мынаның алдыңғысы 2, мынадан кейін 12, мынаның алдыңғысы 1. Енді осы соңы 1-ден басталады ғой, газет олай болса, жауап газет 12 беттен тұрады. Осылайда шығаруға ары қарай келесі. Бұлда да дәл сондай есеп. Жолда бір журналдың екі бетін тауып алдық. Оң жағында 41 бет, сол жағында 12 бет деп жазылған. Журнал неше беттен тұрады? Тағы да солай шығарады. n плюс 1 тең 41 қосылған 12, n плюс 1 тең 41-ге 12 қоссам 53, n-ді табу үшін 53-тен 1 алам, 52 жауап. Журнал 52 беттен тұрады екен. Ары қарай келесі. Енді бір газеттің жалпы бетінің саны 48 және оның ішіндегі барлығы екі беттік қағаздар. Осы газеттен әрбір екі бетін алып ашып қарағанда беттік нөмірлердің қосындысы қандай да бір тақ санды береді. Ол қандай сан дейді. Ол да мына сөйлем бойынша шығаруға болады. Қандай да бір екі бетін белгісіз ғой, қосындысы бізде n плюс 1-ге тең, да? Қос бетінің қосындысы n плюс 1-ге. А бізде n дегеніміз ол журналды 48-ге тең. Мына жерге 48 қоссам, сонда қос бетінің қосындысы 48 қосылған 1 тең 49. Есептің жауабы да осы 49 болады екен. Қандай да бір тақ сан деп тұр, сол 49-ға тең. Ары қарай. Мынау да дәл сондай есеп. Қосындысы, қос бетінің қосындысы n плюс 1-ге тең, ал біз n-нің мәні бізде 60. Сонда қос бетінің қосындысы 60 қосылған 1 тең 61-ге тең. Жауап міне 61-ге тең. Келесі. Фариза кітапты ашқанда оң және сол жақ бетіндегі екі беттік нөмірленген сандарының қосындысы 23-тен үлкен, 27-тен кіші сан екен байқады. Ал олардың көбейтіндісі неге тең дейді. Мысалға былай деп тұр ғой, кітапты ашқанда, мынау кітап болса, кітапты ашқанда оң және сол бетінің нөмірлерін сандардың қосындысы, мына жерде екі санның қосындысы, x деп алайын, x сол 23-тен үлкен және 27-тен кіші дейді. Мына жерде екі сан, мысалға мына 1, 2 деп жазылады. Бұл енді журнал емес қой, сондықтан кітаптың беті ретпен келеді. 3-те 4, 5-те 6 деп айтылады. Осы екі санның қосындысы дейді 23-тен үлкен және 27-тен кіші. Ал осы сандарды қосып қарасақ, мына 3-ге тең, мынаның қосындысы 7-ге тең, мына екеуінің қосындысы 11-ге. Яғни тақ сан болады екен. Қатарластырған екі санның қосындысы әрқашанда тақ сан болады. Олай болса, мынаның ортасында тұрған сан тақ сан. 23 пен 27-ның ортасында тақ сан бізде 25 қой. Осы мына екі санның қосындысы 25 болады деп тұр. Ол қандай сан бізде? 12 мен 13 қой. Тек қана 12 мен 13 қатарластырған екі санның қосындысы 25 міне. Сол екі санның көбейтіндісін тап деп бізге 12 мен 13-тің көбейтіндісі бізде 156-ға тең болады екен.